Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бұл видеода көйлектің етегін қысқартатын боламыз. Оңай тәсілмен бөлісетін боламын. Бұл көйлектің етегі оверлок машинкасымен обработка жасалған. Алдымен етегін, алдын және арқасын бірдей етіп қойып аламыз, және оларды булавкалармен қосып қадап шығамыз. Сатып алған көйлекте көп кездесетін жағдай, көйлектің етегі көбіне ұзын болып келеді. Тігін машинкаңыз болса, ательеге апармай, осы видеоға қарап, көйлектің етегін қысқартып алыңыз. Булавкамен артқы және алдыңғы етегін қосып шықтым. Енді керекті өлшемді сызамыз. Бұл көйлекте 3 см артық болды. Мен 2,5 см өлшеп сызып шықтым, және сызған сызықтарды осылай қосып шығамыз. Негізі бормен сызу керек. Сіздерге көрінсін деген ниетпен ручкамен сызып шықтым. Басынан соңына дейін 2,5 см белгілеп сызып шықтым. Енді осы сызғанымызды қиып шығамыз. Егер ручкамен сызған болсаңыз, дәл үстінен қимаймыз, ручканың жоғарғы жағынан бастап қиямыз. Себебі ручкамыз көйлектің етегінде қалып кетпеуі керек. Етегін қиып болған соң, осының шетіндегі матаны зигзаг тігісіне қойып, тексеріп көреміз. Мен зигзаг тігісінің ширинасын бірге қойдым. Тігіс түрін сыға қойдым, яғни ол зигзаг тігісі. Осылай матамызды 0,5 см қайырамыз, тігіп тексеріп көреміз. Тігісіміз жиі болу керек, және тігісіміз майда тігісте тұруы керек. Менде қазір тігісім өте әдемі болып шықты. Дәл осы тігіспен тіксеңіз, тігісіңіз өте әдемі, сапалы болып шығады. Енді көйлегіміздің етегін тігіп бастаймыз. Көйлегіміздің етегін 0,5 мм қайтарып тігіп бастаймыз. Қатты тартып тікпеңіздер, тартып тіксеңіздер бүйраланып қалады. Дәл осылай көйлектің етегін соңына дейін тігіп шығамыз. Көйлектің етегін тігіп болдым. Енді осы қиып тастаған тігіспен салыстырып көрсеңіздер, тігісіңіз оверлок тігісінен де өте әдемі, сапалы болып көрінеді. Бұл видео сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Менің каналымнан тігінге қатысты көптеген видео сабақтар таба аласыз. Арнама жазылуды ұмытпаңыз.